Сәлем достар, мен бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын етті бәліш дайындаймыз. Мен бұл рецепті бұрыннан бері пайдаланып келемін, сондықтан сіздермен бөліскім келеді. Үш жүз грамм ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ұнымызға қопсытқышты қосып біркелкі қылып араластырамыз. Жүз грамм ерітілген майымызды қосамыз. Және 100 грамм қаймақ қосамыз. Өз қалауларыңыз қоспасаңыздар да болады. 1 шай қасық тұз. 1 дана жұмыртқа. Екінші жұмыртқамызды екіге бөліп аламыз, ақ уызын қосамыз және сары уызын тестамыздың бетіне жағатын боламыз. Оны бөлек алып қоямыз. Енді жұмсақ етіп теста илейміз. Тестамызды ұзақ илеудің қажеті жоқ, және осылай жұмсақ етіп илейміз. Салафанға салып, холодильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Сол арада біз салмамызды дайындап аламыз. Ең алдымен бізге 300 грамм фарш, 1 дана пияз, 1 дана картошка және тұз, бұрыш өз қалауларыңызбен салсаңыздар болады. Салмамызды араластырамыз. Егер салмамыз құрғақ болып жатса, 50 грамм су қосуға болады, қорықпай. Тестамызды екі бөлікке бөліп аламыз. Астыңғы бөлігін үлкендеу қыламыз, кішкене қалың болу үшін, және үстіңгі бөлігін кішірек қыламыз, бетіне жабылатын. Тестамызды жайған кезде көбіне осылай шеткі бөліктерін басамыз. Шеткі бөлігі түйетін болғандықтан астыңғы бөлігі кішкене қалың болу қажет. Және салмамызды салмас бұрын тестамызды осылай табамызға салып барып салмамызды саламыз. Егер табаға салманы салатын болсаңыздар, салмамыз шашылып қалуы мүмкін, немесе тестамыз созылып кетуі мүмкін. Осылай табаға салып барып орналастырамыз салмамызды. Тестамыздың екінші бөлігін бетіне орналастырамыз және шет-шетін бірге біріктіріп түйеміз. Шалғыштың көмегімен бетін тесіп аламыз, кішкене ауа кіріп пісу үшін. Жаңағы алып қалған сары уызымызды тестамыздың бетіне жағып шығамыз, біркелкі қылып, және өз қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Күнжіт сеуіп немесе мақ сеуіп. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Етті бәлішіміз дайын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Мұндай бізде ең маңыздысы тестамыз, өйткені тестамыз үгітілмелі болып піседі. Сондықтан басында қаттылмай жұмсақ қылып үйлеуі қажет. Және бұл тестамен кез келген бәліштеріңізді дайындасаңыздар болады. Маған жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған қасиет. Рахмет.